Ұлт руханиятының шамшырағы, қазақ әдебиетінің асқар шыңы Абай Құнанбайұлына биыл 180 жыл толып отыр. Бұл тек бір ұлы тұлғаның ғана емес, қазақ халқының рухани жаңғыруының, мәдени серпілісінің, ой сананың өсу жолындағы тарихи белесі. Ақын поэзиясында махаббат, дін, табиғат, адамгершілік пен әділеттілік тақырыптары кеңінен көрініс табады. Абай өз дәуірінің ғана емес, бүкіл қазақ халқының мәңгілік ұстазы. Оның қара сөздері мен өлеңі бүгінде өзекті, ертең де ұрпаққа өнеге болып қала береді. Абай халықтың жүрегін тербеген, жанына үміт пен сенім отын жаққан ойлы сөздің иесі. Оның қара сөздері халқымыздың моральдық кодексі іспеттес. Абай өз дәуірінің қайшылықтарын терең түсініп сынға алды. Жас ұрпақты білімге, еңбекке баулыды. Ұлы ойшылдың 180 жылдығы тек еске алу емес, оның ұстанымдарын заманауи өмірмен ұштастырып, рухани жаңғыру жолында бағдар ету. Абай мәңгілік, ол біздің жүрегімізде, тілімізде, санамызда. Абайды оқу, өзіңді тану, Абайды түсіну, халқыңды сүю. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын біле тұра тексермедім. Ер жеткен сон түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағына кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегінді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім.